Қайырлы күн достар, мен сіздерге тағы бір өте қызықты сайтты таныстырайын деп отырмын. Ол бізде Magic School деп аталады. Яғни сиқырлы мектеп. Енді біз көреміз, бұл сайт бізге қандай жаңа ұсыныстар береді екен. Мысалға, third grade 3-ші класс деп таңдайық, иә. Exactly one paragraph, 3 page. Неше беттен тұрады дейді. Content type short story, news article, textbook page. Short story деп жазса, қазір көрейін. Мен де бірінші рет пайдаланайын деп отырмын, қазір өзім де көремін. Мұнда енді бір историяны жазыңыз деп тұр. Белгілі бір тақырыпқа байланысты. Енді оны іздей салайық қазір интернеттен. Дайын текстті жазып отырмай, дайын текстті іздей салайық та. Осы жерден көшіріп қойып көрейік, қазір бізге қандай не ұсынатынын көрейік. Так, мұның қай жерін нетеді екен? Текст алу үшін. Міне, мынандай текст болса, көрейін көп алмайық, ешкім. Осы жерден көрейік. Additional criteria, optional into the following vocabulary words, use metaphors, smiles, uses. Енді мына жерде тоже сондай мәтінді сұрап тұр. Походу, generate деп жазып қойып, бізге не шығарады, слайд ба, тапсырма ма, сабақ жоспары ма, қазір бірге көреміз. Міне уже шығып жатыр. Қазір барлығы не? ChatGPT арқылы, ChatGPT арқылы жасалады. Яғни ChatGPT деген дайын жаңағы робот сияқты адам. Осы жерге тапсырма бересіз, ол сізге барлығын жасап береді. Міне. Оны тақырыбы short story, бізге қысқа әңгіме керек болды. Міне әңгіме бізге жасап берді. Мында translate, басқа тілге аударуға болады екен. Russian деп жазып көрейік, мысалға. Міне орыс тіліне уже аударып жатыр. Русская пара столкнулась с ужасной частью дейді. Их казнили на электрическом стуле в тюрьме. Бір қызықты история шығайын деп жатыр, қарасаңыздар. Ағылшын тіліндегі мәтінді орыс тіліне аударып жатыр қазір. Интересно дейді. И ары қарай әлі жазып жатыр. Өздері осылай жазып береді. Бұл бізде ChatGPT, яғни дайын компьютер өзі сондай программа бар, жазып беретін. Басқа тілдерге де аударуға болады екен. Questions, сұрақтар, multiple choice или free response дейді. Multiple choice деп көрейік. Міне енді мәтінімізге сұрақтар кетті. Дайын тестімен бірге, яғни қысқа мәтін жасап берді бізге, и дайын тест жасап берді. 5 сұрақтан тұрады. Керемет. Қысқартып жасауға болады екен. Summarize. Көрейік, 1 sentence, 3 sentence, 5 points дейді. Давай 5 points көрейік. 5 сөйлеммен. 5 жаңағы неден 5 пункттан тұратын бізге summarize жасап берді. Яғни бағалау, мәтінге өз ойыңды білдіресің ғой, сол сияқты. Енді ask Raina дейді. Мынау не екен басып көрейік. Мына жерге сұрақ қою керек екен. И ол сізге жасап береді. Жалпы осындай екен көрдіңіздер ме? Енді давайте орысша жасап көрейік. Міне чат-бот Raina деп тұрғанымызда Rainaмен сөйлесуге болады. Енді мына жерде орыс тіліндегі бір мәтінді алайық қазір. Сонымен жасап көрейік. English емес, орыс тілін алайық. Көбінесе сайттар қазақ тілін қабылдамайды бізде. Ол үшін орыс тілінде алайық. Тексті на русском деп мен бағана іздеген болатынмын. Осы жерден бір мәтінді алайық. Пересказ жасап береді сосын. Көшіргенін алайық, енді өте ұзақ қылмай. Мұнда textbook page, short story. Short story да ала салайық.
бетке дейді, бір параграф или бір бет. One page дей салайық тағы да. Third grade емес, енді бір кішкене 7-ші класс салайық, мысалға. Generate десіп көрейік. Жасап жатыр ғой деймін. Бұған орыс тілінде жазсаң да ағылшыншаға шығарып береді екен, мен түсінгенім бойынша. И соны орыс тіліне кейін аударып алсаңыздар болады екен. Once upon a time деп уже бір не жасап тұр да. Translate Russian деп жаза салайық міне. Орыс тіліне аударып берді. Көрдіңіздер ме? Кейде адамның уақытын үнемдейді, даже кейде адамдардың осындай физически, енді милары жетсе де, физически уақыттар жетпей жатады. Соған өте керемет көмекші. Әлі жазып жатыр. Міне бітті. Мына жерде копировать деген басасыздар да, копировать етіп аласыздар. И сосын questions. Сұрақтар дайындасың енді. Multiple choice деп көрейік. Дайындасам. Мынаны да жаңа орыс тіліне аударып алсаңыздар болады негізі. Тура бағанағыдай 5 сұрақ дайындады ғой. Мынаны жоғары қарай, егер қажет болса, мынаны жоғары қарай стрелканы бастым ғой жаңа мен. Сол стрелканы басып жоғары шығарып алады екенсіздерді. Translate Russian дей саласыздар. Тура осы сұрақтарды міне орысшаға аударып бере салады екен. Тура сол 5 сұрақ орысшаға аударып бере салады. Даже сіздер көшіріп, оны аударып та отырмайсыздар. Дәл осы жерде сол жұмысты жасай беруге болады екен. Керемет. Копировать етіп алсаңыздар болады екен содан. Енді басқа бір нәрсе жасап көрейік мұнда. Content type. Бағанағыдай мәтін жасады, нетті. Енді бұл жерде не жасауға болады? The class discussion the topic and criteria of your choice. Бұлар дайын топик жасайды, и оған тапсырмалар жасайды екен. The questions деп, бірақ та free response десек болады. Ашық сұрақтар. Жауаптары, не? Филофогадан ең жауаптар екен. Все, рахмет, уже түсінікті барлығы. Сіздерге де түсінікті болды деген ойдамын. Мына жерде енді осы тура ChatGPT-да сияқты, мен уже видео түсірдім ол туралы. ChatGPT-да сияқты өздеріңіз сообщенияларыңыз жазасыздар, ол барлығын жасап береді. Мысалға, орыс тілінде жазып көрейік қазір. Мне нужно готовый план урока на тему, например, патриотизм. Деп жазып көрейік. Конечно, вот цель урока дейді, введение, активизация, 10 минут, 5 минут. Вот, барлығын шығарып берді, 15 минут не істейсіздер, ары қарай 20 минут не істейсіздер. Разделить учащихся на группы и дать каждой группе задание исследовать и представить информацию о национальных символах и героях своей страны. Обсуждение, рефлексия, заключение 5 минут. Вот, өте керемет. Сіздерге дайын сабақ жоспары. Не істеймін, қалай жасаймын деп отырмын. Копировать деген басасыздар, копировать етіп аласыздар, Word-та жазасыздар и все. Lesson plan on patriotism деп уже мына жерде ағылшынша шығып тұр. Хотя мен орысша жазған болатынмын. Керемет. Енді сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, бөлісе отырыңыздар.